Сәлем достар. Бүгін біз ұбт сұрақтарын талқылайтын боламыз. Яғни, бүгінгі тақырып белгісіздік шақтары. Indefinite tenses. Яғни, present simple, past simple and future simple. Осы шақтар бойынша сұрақтарды талқылаймыз. The first question. Present simple шағының мезгіл үстеуін көрсетіңіз, дейді. Present simple дегеніміз, яғни бізде күнделікті қайталанып отыратын осы шақты айтамыз. Демек, біріншісі yesterday, ол кеше, бұл бізде past simple, яғни дұрыс емес. Next, every morning, ол әр таңертең деген сөз. Яғни present simple'да біз күнделікті қайталанып отыратын сөздерді, іс-әрекетті айтамыз. Демек, әр таңертең деген бізде present simple болады. Now деген ол дәл қазіргі іс-әрекет, ол present continuous'ке жатады. Tomorrow деген ертең, ол future simple'ға жатады. Last year деген өткен жылы, яғни ол өткен шақ, past simple жатады. Жауабы B. Next. Future simple шағының мезгіл үстеуін көрсетіңіз. Яғни бізде future simple дегеніміз келер шақ. Келер шақтың, яғни үстеуі бізде now, яғни ол бізде айттық present continuous, дәл қазіргі шақ. Every morning present simple, yesterday кеше, soon жағында, tomorrow ертең. Яғни future simple біз ертеңгі келер шақтағы сөйлемді айтамыз. Сондықтан бізде бұл жауабы future simple'дың үстеуі tomorrow болады. Ертең деген сөз жатады. Next, third question. Етістіктің дұрыс формасын қойыңыз. I hope he remember to buy bread. Мен үміттенемін, ол нан сатып алады деп үміттенемін, дейді. Яғни бізде үміттеніп айтып тұрғандықтан бұл бізде future simple болады. Белгісіз, нан сатып алады ма, точно алмайды ма. Сондықтан бұл бізде future simple. I hope he is remember деп айтпаймыз. Келер шақ, яғни бұл келер шақта біз will мен жасаймыз. I hope he will remember to buy bread. Яғни will not remember келмейді, are remember he'ден кейін are болмайды. Яғни бізде а жауабы ғана сәйкес келіп тұр. Next question. Етістіктің дұрыс формасын қойыңыз. Mozart more than 600 pieces of music. Яғни Моцарт 600-ге жуық әндер жазды, Демек, Моцарт, яғни ол бұрын жазып кеткен, сондықтан өткен шаққа қоюымыз керек, write сөзінің өткен шағына. Writing деп айтатын болсақ, бірінші, ол дұрыс емес, келмейді, себебі ол continuous болып кетеді. Continuous болу үшін алдында is болу керек, бұл жерде is жоқ. Wrote дегеніміз келеді, себебі Моцарт write сөзінің өткен шағы wrote, бұрын жазып кеткен болады. Write сөзі мүлдем келмейді, to write деп айта алмаймыз, және write деп оны біз present simple'да ғана қолданамыз. Бізде өткен шақпен сөйлемді сұрап тұр, сондықтан wrote болады. The next sentence. Тиісті нұсқаны көрсетіңіз. Papers not be delivered on the bank holiday. Яғни бұл жерде future passive, яғни бұл passive voice болып тұр, ырықсыз дейміз ғой. Сондықтан біз passive voiceға қоюымыз керек. Papers will be деп айтпаймыз, яғни бізде жақшаның ішінен not тұрғандықтан болымсызға қоямыз. Papers are not деп айта алмаймыз. Келер шақта is not деп, тем более көпше түрге біз is қоймаймыз. Яғни бізде дұрыс жауабы сонда will not be болады. Papers will not be delivered. Яғни bank holiday деген адреске қағаздар жеткізілмейді деп айтып тұр. Сондықтан бұл passive voice болғандықтан will not be delivered деп қоямыз. Next sentence.
Дұрыс нұсқаны табыңыз. They invite you to the party. Олар оны кешке шақырған жоқ. Яғни бізде жауаптардың бәрі болымсыз болып тұр. Соның қайсысы дұрыс болады? Олар оны кешке шақырған жоқ. Яғни бұл сөйлем бізде өткен шақпен айтып тұр. Шақырған жоқ деп. Past simple. Past simple өткен шақта бізде қай көмекші етістік арқылы жасалушы еді? Isn't деп айтпаймыз. They isn't invite деп келмейді. They don't invite деп айтпаймыз. Ол айтылады, бірақ present simple'да ғана тұрса. They aren't invite деген сөйлем дұрыс емес, және they doesn't деп ешқашан айтпаймыз. Сондықтан бізде they didn't өткен шақта. Past simple'да they didn't invite her to the party деп айтамыз. Олар шақырған жоқ. Next question. Төмендегі сөйлемге дұрыс көмекші етістікті қойыңыз дейді. Яғни, you go out last night. Яғни last дегеніміз біз жалпы last деген сөздің өзі бізде past simple'дың өткен шақтың үстеуі болып тұр. Сондықтан біз last'ты көргендіктен мына сөйлемді біз past simple'ға қоюымыз қажет. Are you go out деп айта алмаймыз осы шақта. Do you go out деп айта алмаймыз, себебі do бізде present simple. Is you go out деген сөйлем болмайды, және does you деп айтпаймыз. Does'ды he she'ға қоямыз. Сондықтан бізде сәйкес келіп тұрған жауабым ол did. Did you go out last night? Кеше түнде сыртқа шықтың ба деп тұр. Қыдырдың ба деп тұр, сондықтан жауабы C. Next. Етістіктің дұрыс формасын қойыңыз. She and her friend tennis. Ол және оның досы теннис ойнады. Яғни бізде екі адам болып тұрғандықтан ойнады емес, ойнайды. Ол және оның досы әдетте теннис ойнайды деп айтып тұр. Әдетте, Plays деген бізде келмейді. Екі адам көпше түрі болғандықтан plays келмейді. Playing болу үшін бізде алдына ар қою керек. To be қалып кеткен дұрыс емес. Plays деген сөз де мүлдем дұрыс емес. Play осы жауап келеді, себебі ол және оның досы теннис ойнайды деп тұр. Әдетте ойнайды, демек play. Present simple шағы бұл бізде. To play деп айтпаймыз. Present simple'да күнделікті қайталанып отыратын іс әрекет, онда көпше түрге етістікке ештеңе жалғанбайды, тек қана етістіктің өзі қалады. Next. Етістіктің дұрыс формасын қойыңыз. He believe whatever you tell him. Ол сенеді, сен не айтсаң да, оған ол сенеді дейді. He is believe деп айта алмаймыз, дұрыс емес. He are believe дұрыс емес. He shall believe деп айта алмаймыз. A және B дейді. A және B жауаптары екеуі де келмейді. Бізде he will believe деген жауабы ғана келіп тұр. Себебі сен не айтсаң да ол сенеді. Яғни барлық нәрсеге сенеді деп айтып тұр. Бұл келер шақпен. He will believe жауабы дұрыс болады. Next. Дұрыс нұсқаны табыңыз. Julie tea very often. Яғни often деген сөздің өзі бізде қай шақтың көмекші етістігі болып тұр. Often деген бізде present simple. Present simple жай осы шақтың үстеуі. Сондықтан Julie жиі шай ішеді деген сөйлем. Бізге шай ішпейді, яғни болымсыз сөйлем айтуымыз керек екен, себебі жауаптардың бәрі болымсызда тұр. Julie does drink деп айта алмаймыз. Ішеді дейтін болсақ, drinks болу керек еді. Біріншісі дұрыс емес. Don't drink деп айта алмаймыз, себебі Julie бізде қыз бала, қыз баладан кейін біз don't қоймаймыз. Next. Doesn't drinks депті. Бұл сөйлемде дұрыс емес. Doesn't drink
s мына жердегі s әрпі қате, doesn'ттан кейін етістікке s жалғанбайды. Және don't drink деп те айтпаймыз. Бізде тек қана doesn't drink деген жауабы келеді. Julie doesn't drink tea very often. Яғни present simple шағында қыз бала немесе ұл бала біреу болса, одан кейін біз болымсызға doesn't етістіктің өзін жалғаймыз. Яғни ішпейді деп тұр. Ал егер don't-ты біз көпше түрге ғана қоямыз. They don't, we don't drink деп айтқан кезде. Next. Дұрыс нұсқаны табыңыз. I go home tomorrow. Ертең үйге барамын ба? Яғни tomorrow деген бізде бағана айтып өттік. Future simple'дың үстеуі. Келер шақтың үстеуі ертең деген сөз. Сондықтан ертең мен барамын ба үйге деп сұрап тұр. Ертең деп келер шақты айтатын болсақ, біз міндетті түрде will деп айтамыз. Will I go? Are деп айтпаймыз, do, did деп айтпаймыз. Өткен шақ болып кетеді. Немесе shall I go home деп те айтуға болады. Shall мен де қойса қате емес. Next. Етістіктің дұрыс формасын қойыңыз. He from 1756 to 1791. То есть ол 1756 жылдармен 1791 жыл аралығы өмір сүрді. Осы аралықта ғана өмір сүрді. Демек бұл бізде past simple, жай өткен шақ болады. Енді past simple'да біз қайсысын қоямыз? Lives дейді біріншісі. Lives дегеніміз өткен шақта s жалғауы болмайды, бұл present simple болады. To live дұрыс емес. Living деген сөз келмейді, өткен шаққа ing жалғамаймыз. Live'дің өзі ғана болса дұрыс болмайды. Яғни осы live'дің өткен шағы lived. Ол бізде дұрыс етістік болғандықтан id жалғанады. He lived from деп айтамыз. Ол осы аралықта өмір сүрген уже өткен шақ. Next. Past simple шағының мезгіл үстеуін көрсетеміз. Яғни past simple жай өткен шақ. Now ол дәл қазір present continuous түгі. Every morning бағана айттық, бұл present simple күнделікті қайталанып отыратын іс-әрекеттің үстеуі. Tomorrow ертең future simple болады. Soon дегенімізде ол жақын арада деген сөз келер шақпен. Және a week ago дегеніміз бұл бізде past simple шағының үстеуі болады. A week ago деген бір апта бұрын. Бір апта бұрын деген сөз ол past simple үстеуі. Next. Төмендегі сөйлемге дұрыс көмекші етістікті қойыңыз. Where you come from. Яғни сен қайдан келгенсің деген сөйлем ғой. Сен қайдан келдің, я? Where are you деп айта алмаймыз, себебі бұл present simple мен сұрап тұр. Present simple'да сұраулы сөйлем do немесе does бен ғана жүреді. Бізде мына жерде you сен деп тұрғандықтан біз you'дің алдына міндетті түрде do көмекші етістігін қоямыз. Сонда where do you come from болады. Where have you come деп айта алмаймыз. Where is деген you'дің алдында is болмайды. Next. Соңғы сұрақ. Етістіктің дұрыс формасын қойыңыз. Tanya German very well. Tanya неміс тілінде өте жақсы сөйлейді деген сөйлем шығу керек. Яғни ол бізде present simple. Tanya қай тілде сөйлейтіні жайлы айтып тұр. Present simple жай осы шаққа қоюымыз керек. Бірінші үй жауабы speak it деп жазған. Біріншіде бұндай сөйлем дұрыс емес. Speak it деп ешқашан айтпайды. Ол бұрыс етістік. To speak болмайды. To керек жоқ. Speaks деген жауап бізге сәйкес келеді, дұрыс жауабы. Себебі үшінші жақта мынау қыз бала she, he айтқан кезде біз етістікке міндетті түрде s жалғауын жалғаймыз.
Сонда Таня speaks German very well келеді. Speak дегенің дұрыс емес. Егер мына жерде I болса немесе we, you, they болғанда speak болар еді. Speaking сәйкес келмейді. Тек speaks деген жауабы ғана дұрыс келеді. Үшінші жақ ереже бойынша іс жалғанады. Бүгінге осы түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақтары тағы жалғастыратын боламын. Goodbye. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.